Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Мінекей тағы бір факт. Қазақ тілін қорлау факті кезекті жалғасуда. Қазақ тілін қорлау жалғасуда. Магнум сауда орталық желісінде қарапайым курьер азаматтың қазақша сөйле деген талабына бойынсынбай, конституцияға бойынсынбай, оны жұмыстан шығарып, жынданып, қазақ тілін қорлаған екен. Бізде елде қазақ тілін сыйламайды, қазақ тілін сақтамайды, конституция қайда жатыр? Жалпы біз қай елде тұрып жатырмыз? Заң мүлдем жұмыс істемейді. Жекеменшік мекемелер, мысалы Магнумға бармаңыздар, Магнумнан сауда жасамаңыздар. Қазақ тілін сыйламайтын жекеменшік болсын, мемлекеттік мекемелер болсын, мүлдем сауда жасамау керек, оларға бойкот жариялау керек. Жалпы прокуратура, біздің тіл министрлігі, мәдениет министрлері қайда қарап отыр? Осылай жалғаса береді. Міне қазақтың салт дәстүрін қорғайды, қазақ тілін қорғайды, өз жерімізде өзіміз қорланып жүрміз. Міне қазақтар, ояныңдар, қазақша сөйлейік, барлық жерде қазақ тілін талап етейік. Сонда ғана қазақ тілінің мәртебесі көтеріледі. Ал аман болыңыздар. Магнум сіздерге біз бойкот жариялаймыз, бармаймыз, барлығын таратамыз осы видеоны.